Terlеп тұрып, конькердің астына барған кезде денеге тер шылағы жиналып қалады. Шығайын деп тұрған, далаға қарай шығып кетейін деп тұрған тер қайта қатып қалады. Тер қатып қалды дейді. Яғни тер арқылы да біздің организм шылақ шығарады. Сол шылақ шықпай бүйтіп қатып қалды. Содан мысалы денемізде артық терлер жиналады, суықтар жиналады. Табаннан өткен суық, жаңағы бүкіл буыннан өткен суықтың барлығы біздің организмде жиналады. Сол бізді суықпен жаңағы суық қосу, жаңағы шықпай қалған тер екеуі қосылып адамды ісіндіреді. Мысалы ісініп жүретін адамдар бар, ісініп жүретін, бет ісініп жүретін адамдарда жаңағы тер шылағы шықпай қалды, суықпен қосылған кезде тер шықпай қалды. Содан жаңағы ет пен терінің ортасында жел қалып қалды деген сөз. Сосын жел шылағы болады, жел шылағы. Осы мына өнім жел шылағын шығарады, тер шылағын шығарады, суық шылағын шығарады. Сол кезде мына өнім сіздерді жаңағы объемды кетіреді. Денедегі суықты кетіреді. Майдағы 1 килограмм май мен 1 килограмм етті қойсаңыз, майдың объемы үлкен болып тұрады. Өйткені оның ішінде жел бар, су бар, майды шыжғырғанда шытыр деп су шығады, жел шығады, піс деп. Дұрыс па? Сол үшін жаңағы бұл майдағы сулар мен желді ерітеді, былайша айтқанда. Майды ерітеді. Біз арықтауымыз үшін майды ерітуіміз керек. Майды еріту үшін жаңағы майдағы желдерді, майдағы жаңағы суларды шығаруымыз керек. Бұл су мен желді, суықты ығыстыратын өнім. Бұл Мяузу деген ұлттың шипалы рецептімен 13 түрлі ғалымның бірлесіп жасаған өнімі. Денедегі суықты шығару, терді, жаңа қатып қалған терді шығару оңай емес. Бұл өнімді ішкеннен кейін ыстық су ішсеңіздер терлейсіздер, шықпай қалған терлеріңіз шығады. Осы өнімді ішкен кезде баняға барсаңыздар жақсы. Баняға аптасына болмаса да айына 1-2 рет бару арқылы біз денемізден шықпай қалған терлерді шығарып, о да бізге денсаулығымызға керек нәрсе, баняға бару. Яғни бұл баняға барғанда денеңіздегі суықты шығаратын өнім. Таңертең 2 тал, кеште тамақтан кейін 2 тал ішсеңіздер болады. Ішінде 20 тал бар. 30. 20 тал бар. 30. 20 тал. 30. Ha? 30 ба? Осы өнім, мысалы, 2 талдан 2 уақыт ішесіңіз, 2 талдан 2 уақыт ішсеңіздер, күніне 4 тал, 7 күнде 28 тал ішесіз. Яғни 1 аптаға толығымен жетеді. Ал енді